Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен түрік елінде өздерінің дәстүрлі сусындарының біріне айналған, ешқандай қоспасыз, бояусыз, сиропсыз жасалынатын түрікше лимонадты ұсынғалы отырмын. Егер видео рецепт жасалу жолы қызық болатын болса, менің арнама тіркеліп, видео рецепт ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий қалдыруды сұранамын. Бізге осындай 1-3 штук лимон және апельсин қажет болады. Апельсиніміздің сыртқы қабығын, яғни цедрасын терканың майда көзінен осылай өткізіп алатын боламыз. Енді лимонымызды дәл осылай қабығын теркадан өткізіп алатын боламыз. Міне осылай алып алдық. Енді бізге су қажет болады. Үлкендеу ыдысымызға 2 литр суымызды құйып аламыз. Енді қажетті мөлшерде дәміне қарай қантымызды қосамыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз еріді. Енді үстіне лимон мен жаңағы апельсиннің цедрасын, қабықтарын қосып араластырып аламыз. Міне осылай жақсылап араластырып қалдырамыз. Енді жаңағы апельсинімізді ортасынан бөліп, ішкі бөлігін пышақпен осылай кескілеп басып шығатын боламыз. Бізге сонда міне апельсиннің соғын алуға жеңіл болады. Осылай апельсинімізді сығып, соғын алып аламыз. Ешқандай соковыжималкасыз осылай қолымызбен сығып алдық. Енді лимонымыз кішкене қатты болатын болса, осылай қолымызбен кішкене салмақпен басып, езгілеп аламыз да, оны да ортасынан бөліп, міне пышағымызбен үстінен басып, кішкене кескілеп шығатын боламыз. Сол кезде лимонымыздың да соғын алу өте жеңіл болады. Міне лимонымыздың да соғын толықтай сығып алып алдық. Енді барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, холодильникке 3-4 сағатқа немесе 1 күнге қалдырсаңыз да өте керемет болады. Яғни бұл жердегі апельсин мен лимонның цедрасы өздерінің табиғи бояғыштарын шығарып және хош иістерін шығарып, өте әдемі хош иісі мен дәмін беретін болады. Енді ыдысымызға мятаны пайдаландым. Мята әркімнің өз қалауы бойынша пайдаланады. Енді сүзгіден ситодан өткізіп алатын боламыз. Міне құйып дайындап алдық. Ішіне лимон, лайм қалауыңыз бойынша қосуларыңызға болады. Енді ыдысымызға мұз салып ұсынсаңыздар, өте керемет дәмді болып шығады. Бұл сусынды Түркияда өздері туристерге де ұсынатын танымал сусындарының бірі болып табылады. Дәл қазіргі жаз мезгілінде өте таптырмас сусындардың бірі, ең бастысы ешқандай артық қоспасыз, бояусыз, сиропсыз дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.